Аса мейірімді, ерекше рахымдаған атпен бастаймын. Бүкіл мадақ, әлемдердің Раббысы, мейірімді, рахымды Аллаға сансыз шүкір, сансыз мақтау мадақтар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Алланың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қымбатты жамағат, қымбатты серіктестер, қымбатты туған бауырлар, мұсылман бауырларым, қараңыздар. Мына құрбан айт баршаңызға қайырлы да берекелі құтты болсын. Раббым Алла шалған құрбандықтарыңыз қабыл етсін. Мына көрсетейін деген Алла тағаланың мейірімі, Алла тағаланың рахымдығы. Мына жануарларды бізге жаратты. Бізге бағындырып қойды да, адам баласына бағындырып қойды осы жануарларды. Осының етін жеңдер, осыған мініңдер, пайдаланыңдар деп та. Хотя бізге қарағанда бұлардың күштері өте көп та. Но мейірімді Аллах тағала сделал так, чтобы они нам подчинялись, да, как бы жануарлар, Алла тағаланың жаратылыстары. Мына біздің құрбандық малымыз. Аллаху акбар, ля иляха иллаллах, валлаху акбар, ва лиллахил хамд деп. Құрбандық малымызды сойдық, Алла тағала қабыл етсін. Мына құрбандық айындағы қасиетті Зүлхиджа айындағы күндеріміздегі барша дұға тілектеріңіз Раббым Алла қабыл етсін. Барша дұға тілектеріңіз, барша құлшылық ғибадаттарыңыз Раббым Алла өз құзырында қабыл болған құлшылықтардан болуды нәсіп етсін. Пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам құлдарының үмметінен қатарынан етсін иншаллах, құрметіне. Барша дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мына Алла тағалаға иман келтірген пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға және Аллаға бойұсынған махаббатынан бөлінген құлдардың қатарынан болыңыздар баршаңыз. Қабыл болсын ниеттеріңіз. Құрбан айт баршаңызға құтты болсын.